8 августа 1941 жылда СССР-ның өркіші президиумның шарадының Поволжьедегі немістеріне басқа жерлердер күстен көздер указ алынған. Табырықлы тұсарызына оларны Сибирьдер, Қазақстандар көздер өткенер. Кішік ұлығылар бірайзы ол қиялға орынғанар. Әді бастылған неміс соның басқа тарқаны. Хакасиялар нинжеде эшелон жеткен. Мында оларны алар зартарып, қатық сынықтағы кес алғанар. Сүрт база шиіз жоқ, қысытқын жоны хакастар азырап, шылытқанар, қонық бергенер. Аны олар қажанда үндібен жалар. Митингке ол қиылыны көрген кізлерінің балалары, барқалары шылыстылар. Пүйін ол құмзынысты күні сақысқа керіп, базандығы неме болбызын деп, шақыр берділер амғы төлге. Біздің сөбірді ұлығы абым, жым, олардың сөбірлерінде дек чүштаныр неместер сидік чүштас болған. Менің ұлығы абымның абыз ұлғашы верхаскесті ол тұстарда болған қади управляющий совхозтың. Менің неме бабушка жоқты жың, что Бде тамақты ол сидік тұстарды көместің деу үшін ұлтыртсал жаңындар, шоға дейті жаңындар, аулар астып үшін көр полс берінет, қырыды оймақтарды бде бірер күнікші тамақ артыс бер жың. Республиканың пүйінгі шұқтызында немістердің халық бірігістері оға өткен аралысшалар. Қазына сарының оларға дөк қабызық етілше. Хакасияда қалған неміс жоны республиканың телезіне ұлы қозы метше аның шұқтызын сіргілепше.